Хал унаббиукум би хайрин мин заликум дейді. Сосын айт оларға, ей пайғамбар, сендерге осы аты аталған жаңағы дүниеліктерден де жақсырақ нәрселер туралы хабар берейін ба дейді. Ол не дегенде, жәннатун тәжри мин тахтихал анхар, астарынан өзендер ағатын, ішінде мәңгі болатын жәннат бақшалары дейді. Ва азважу мутаххара, таптаза жұбайлары дейді. Ва ридуану миналла, ең кереметі Алладан болған разылық дейді. Ол деген сөз онда бітті деген сөз енді. Сен бақыттың көкесі ол. Адам танымаған бақыттың көкесі ол. Алланың разылығы деген. Міне осылай біз ақырын ғана жәннат деп айтып қоямыз да, сосын көреміз дейді жүректеріңді. Сол үшін келесі аяттың соңында айтады, Аллаху басирун бил ғибад. Өстіп жәннат деп айтып қоямыз да, сосын кімге әсер етті бұл аят, кімге әсер етпеді? Алла Тағала құлдарын қарап біледі дейді. Қарас. Сосын бір құлдары жаңағы аяттан кейін әсерленіп былай дұғалары өзгере бастайды дейді. Олар қандай деген кезде Раббана деп бастайдылар. Раббымыз, иннана аманна, сөзсіз біз иман келтірдік мына айтқан нәрселеріңе. Уағфир лана зунубана, біздің күллі күнәларымызды кешіріп тасташы. Уақина азабаннар, бізді тозақтан сақташы деп. Осылай басталады екен ол. Сосын атып айтады, енді 5 қасиетті бойыңа бекітіп алсаң, сұрағаның берілді дейді. Қандай 5 қасиет ол? Ас-содиқин, жаңағы ас-собирина, бірінші сабырлы, төзімді болу керексің, өйткені мен сені сынап тұрам. Сол сынаған кездерімде мен сені тек қана төзімді түрде табу керекпін. Екінші содиқин, мен сені әртүрлі жаңағыдай бір өтірік айтатын кездерін, біреулер жала жабатын кездер, біреулер тағы басқа сөздер, сондай кездерде тек қана шындықты айтуыңды қажет етіп сынайын дейді. Шыншылдар, содиқин, халің де шын. Көрді ме? Әрбір істеп атқан амалыңда шындық бар. Тіпті біреуді құшақтап атқан кезіңде де шындық бар да. Сен еш нәрсені босқа істемейсің ғой. Қалай сен біреуді өтірік құшақтайсың? Заяға кеткен нәрсе ғой мынау, қимыл. Сен құшақтадың ба? Шын құшақта. Міне. Сол шыншылдық, сабырлық, сосын шыншылдар дейді. Ол қонетин. Сосын бұлар бойсынып жүреді дейді әрдайым. Бұларға зікір айт десең, зікірді кәдімгідей жаттап, тағы қай уақытта айтуға болады, тағы қай уақытта айтуға болады деп сұрап жүреді дейді бұлар. Берілгісі келеді. Бұларға бір нәпіл намазды ашып қойсам болды, соны істей береді дейді. Жаңа мысалы. Бұларға осындай бір нәпіл ораза бар десең, соны ұстап алады дейді. Бұларға мына ата-анаңа туф деп айтпа десең, ешқашан туф деп айтпайды. Бұл бастатына бірісін соған берік, ұзағынан бойсынады дейді ол нәрсеге. Қонетин сондай, бағынып тұрады дейді Алла Тағалаға. Сосын вал-мунфиқина, сосын мен саған мал берем деп жатыр Алла Тағала. Сол малды берген кезде сен жұмсаушылардан бол дейді. Туысқаныңа жұмса, көршің сұрап келсе жұмса, пақырға жұмса, міскінге жұмса. Әйтеуір жұмсаушылар деген қасиет сенің бойында болу керек дейді өмір бақи. Ең соңғысы осы күллі осы салиқалы амалдардың бәрін істегеннен кейін нәпсің көтеріліп кетпес үшін әл-мустағфирина, кешірім сұраушылардан болу керексің дейді әрдайым. Салиқалы амалды істейсің, сосын салиқалы амалдан кейін кешірім сұрайсың. Раббым кешірші мені деп. Бұл сенің көтеріліп кетпеуіңе, салиқалы амалыңмен мақтанып кетпеуіңе жаңағы жолды кесіп тұрады сол нәрсені. Қай уақытта кешірім сұрау керекпін, Раббым? Қай уақытта кешірім сұрауды Алла Тағала жақсы көреді екен дегенде бұл аятта айтады, бил асхар, сәресі уақыттарында дейді. Сол кезде кім кешірім сұраса, ол енді шын кешірім сұрап жатыр дейді. Өйткені ол уақытта адам ұйықтайтын кез ол негізі. Сол уақытта да сәресіне ертең Рамазан айы келе тұр ғой енді. Соған дағдыланып, тәрбиеленіп, өзімізді соған дайындау керекпіз, Құдай қаласа. Сол сәресі уақыттарында кешірім сұрайды дейді. Сол сәресі уақытында, оның үстін жаңағы кешірім сұрау дұғалардың мырзасын айтатын болсақ, сосын солай жақсылап тұрып шегеленетін болса Рамазан айы бойы. Одан кейін ол Рамазаннан кейін жалғасын таба береді ғой, Құдай қаласа. Сөйтіп әрбір істеген амалдарымыз иншалла. Осы жақсылықтарды Алла Тағала біздерге нәсіп етсін.